Ай мен күн ертегісі. Өткен заманда біреудің Айсұлу және Күнсұлу деген екі қызы болған екен. Айсұлу да, Күнсұлу да теңдесі жоқ сұлу, өте әдемі болған екен. Әрдайым екеуі де бірінен бірі асқан сұлумын деп, бірімен бірі үнемі ұрсысып, жиі жанжалдасып қалады екен. Екеуі де айнаның алдынан шықпайды екен. Шынымен де екеуі де өте сұлу, бір-бірімен жарысып, бір-бірінің әдеміліктерін қызғанып жүреді екен. Күндердің бір күні Күнсұлу тігін тігіп отырған Айсұлуға тиіседі. Күнсұлу былай дейді: "Саған қарағанда мен сұлумын", дейді. Ал Айсұлу болса Күнсұлуға былай дейді: "Жоқ, сен сұлу емессің, мен сұлумын", деп екеуі таласады. Екеуі қайта бірін-біріне "Мен сұлумын", "Жоқ, сен сұлу емессің, мен сұлумын" деп екеуі бір-бірімен таласып, бір келісімге келе алмайды. Қатты жанжалдасқандары соншалықты, ақыр аяғында бұл талас үлкен шатаққа айналады. Ұзақ-қысып әбден ашуланған Күнсұлу өзіне қарсы келіп отырған Айсұлудың бетін тырнап алады. Сонда Күнсұлудың тырнағының ізі Айсұлудың бетінде өшпестей болып қалады. Мінекей, содан бері Айсұлу жұртқа көрінгісі келмей, жұрттан ұялып, тек түнде ғана шығады екен. Ал бұлай жасағанына қатты ұятқа батқан Күнсұлу түн қараңғылығында бұғып жатады екен. Күнсұлу да қатты ұялғандығынан тек күндіз шығатын болған. Ал Айсұлу болса бетіндегі тыртықтан ұялғандықтан тек түнде ғана шығатын болған екен. Мінекей, содан бері Айсұлу мен Күнсұлу бірін-біріне көрінбейді екен. Айсұлу мен Күнсұлу бір-бірінің сұлулықтарын қызғанған себебінен осындай жағдай болды. Осымен ертегіміз аяқталды. Ертегі ұнаса, лайк басып, пікір жаза отырыңыздар. Және де бұдан басқа аудио ертегілер тыңдағыларыңыз келсе, міндетті түрде менің каналыма тіркеле кетіңіздер.